Қазақстанда кемінде 6-7 мың теңгеге сатылатын аяқ киімді қазір мен Pinduoduo'дан 2900 теңгеден сатып аламын. Ол үшін Pinduoduo сайтымызға кіреміз да личный кабинетімізге өтеміз. Одан кейін мына жерге мен басамын. Мінекей мына аяқ киімді қазір мен сатып аламын. Бұл аяқ киімнің бағасы 39,8 юань. Мына жерде міне живой фотоларын қарай аласыздар, және мен қазір совместный закупқа қосылып сатып аламын. Мынау 2 адамға қосыламын. Мінекей мына аяқ киімді мен қазір сатып аламын. Үстінен басамыз, және де 33 размерді аламын. Қызылды басамыз. Тағы да қызылды басамыз. Және де мына жерде CVV кодымызды жазамыз. Қызылды басамыз. Мінекей менің аяқ киімім 41,80 юаньға сатып алдым. Енді қазір мен сіздерге өз балаларыма не сатып алғанымды көрсетемін. Біріншісі, сағатқа кіреміз. Бұл уже упаковкаға дайындалып жатқан заттарым. Мен мынандай шапка сатып алдым 17,99 юаньға. Және де өзіме штатив сатып алдым 31,9 юаньға. Енді келесі КамАЗ Қазақстанға келе жатыр уже бұл жерде. Мына жерде ұлыма мен осындай кофта сатып алдым 70 юаньға. Куртка сатып алдым, өте жақсы скидкамен сатып алдым 94 юаньға. Және де қызыма осындай мінекей сатып алдым 16,8 юаньға. Жаңбырлы күні кетін курточка сатып алдым 31,9 юаньға. Планшет сатып алдым 23,51 юаньға. Және де шарф пен шапка сатып алдым 24,71 юаньға. Одан кейін жаңбырлы күні кетін аяқ киім сатып алдым 29,9 юаньға. Қызыма куртка сатып алдым 105 юаньға. Және де тағы да ұлыма шапка сатып алдым 31,98 юаньға. Трико сатып алдым 79 юаньға. Аяқ киім сатып алдым 87,22 юаньға. Және де тағы да аяқ киім сатып алдым сондай 87,22 юаньға. Және куртка сатып алдым 107 юаньға. Сіздер де осылай Pinduoduo'дан өте арзан бағада жанұяларыңызға өздеріңізге киім сатып алсаңыздар болады.